Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге эстерхази пирожныйын жасап көрсетемін. Эстерхази пирожныйы ол жаңғақ ұнынан жасалынады және де кремі заварной крем деп аталынады, яғни қайнатпалы крем. Біз ең алдымен кремімізді дайындап алуымыз керек. Заварной крем жасау үшін ең алдымен біз сүтімізді жылытып алуымыз керек. Одан кейін жұмыртқа сарысына крахмал, қант ұнтағын және ванильный сахар немесе ванилин қосып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне аз-аздан жылыған сүтімізді құйып жақсылап араластырып тұрамыз. Енді бұл қоспамызды қайтадан отқа қоямыз және де отқа қойған кезде астын баяу қылып жағып қоямыз. Содан кейін тоқтатпай оны қою болғанша араластырып тұрамыз. Осылай қою болғаннан кейін оттан алып, оны басқа ыдысқа құйып, бетін жақсылап пленкамен жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз суығанша. Заварной креміміз толық суығаннан кейін жұмсақ сары майға вареная сгущенканы салып, 1-2 минуттай миксерлейміз біріккенше. Біркелкі болып біріккеннен кейін оған суыған заварной кремімізді қасықтан салып отырып миксерлейміз. Барлық заварнойымызды салуымыз керек. Осымен креміміз дайын болды. Енді бұл кремді басқа ыдысқа салып, жақсылап бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа қайтадан салып қойыңыздар. Тоңазытқышқа салып қоймасаңыздар, кремдеріңіз өте сұйық болып тұрады. Сондықтан тоңазытқышқа тесталарыңыз пісем дегенше салып қойыңыздар. Қыздар, енді коржымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге жаңғақ ұны керек. Жаңғақ ұнына фундуктың жаңғағы, миндальдың жаңғағы немесе грек жаңғағы жатады. Мен миндаль жаңғағын ұнын алдым. Сіздер қалағанын алсаңыздар болады. Немесе үшеуін де араластырып алсаңыздар болады. Мен тек қана миндаль жаңғағын алдым. Енді миндаль жаңғағын жақсылап сеткадан өткіземіз. Өтілмей қалғанда араластырып ала береміз, ештеңке етпейді. Содан кейін қант ұнтағында сеткадан өткіземіз. Сосын крахмал ұнында сеткадан өткіземіз де жақсылап үшеуін лопатамен араластырып біріктіреміз. Енді жұмыртқа ағына шым-шым тұзымызды салып миксерлей бастаймыз. Ортаңғы жылдамдықта миксерлеп жатқан кезде кішкене көпіре бастайды. Сол көпіре бастаған кезінде қантымызды аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Қантымыздың барлығында толық салып болғаннан кейін жылдамдықты көтеріп ең жоғарғысына. Одан кейін тура 5 минут миксерлейміз. Аппақ плотный болғанша. Жұмыртқа ағымыз дәл осылай болып көтерілу керек.
Енді менің ыдысым кішкентай болғандықтан үлкен ыдысқа құйып аламын. Одан кейін үстінен жаңағы араластырған ұнымызды саламыз. Одан кейін лопатамен жақсылап біріктіреміз, барлығын да салып. Қамырымызды осылай араластырып болғаннан кейін енді салмағын өлшейміз. Салмағын өлшегеннен кейін теңдей етіп 3-ке бөлеміз. Форманың размері менде 30-40 сантиметр. Енді 1/3 бөлігін салып, жақсылап жайып шығамыз да, қызып тұрған пеште 170 градуста ровно 15 минут пісіріп аламыз. Беті кішкене қызару керек. Міне дәл осылай 3 коржды да пісіріп алдым. Енді 10-15 минуттай суытып аламыз. Суығаннан кейін барып қағазынан ажыратамыз. Енді 3 коржымызды да дәл осылай теңдей етіп 2-ге бөліп шығамыз. 3 коржды да дәл осылай бөліп алдым. Бізде сонда 6 корж шықты. Енді арасына кремімізді жағамыз, дайындап қойған. Кремді теңдей етіп мен 5-ке бөлдім. Одан кейін 6 корждың арасына осылай кремімізді теңдей етіп бөлгеннен кейін жағып шығамыз. Енді 6-шы коржымызды қойғаннан кейін оның үстін абрикосовый джеммен негізінде сылап шығу керек бетін. Бірақта менде абрикосовый джем болмағандықтан кремнен азырақ алып қалып, бетіне жұқа етіп жағып шықтым. Енді бұның бетін пищевой пленкамен жақсылап орап, тоңазытқышқа 1 түнге қалдырамын. Немесе кемі 8 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Пирожный менде 1 түн холодильникте тұрды. Енді бетіне ганаш дайындаймыз. Кондитерский мешокқа просто қара шоколадын өзін ішіне салып, одан кейін осылай байлаймыз аузын. Одан кейін бір ыдысқа ыстық суды құйып, шоколадты салып қоямыз. Сол ыстық судың ішінде ериді. Енді ақ шоколадтың үстіне сливкиімізді құйып, микроволновкада каждый 15 секунд сайын араластыра отырып, осылай ерітіп аламыз біркелкі болғанша. Міне қара шоколадымызда уже еріді, дәл осылай ерітіп аламыз. Енді торттың бетіндегі пленкасын алып, ганашымызды құйып, біркелкі болғанша тегістеп шығамыз.
әрі қарай видеодағыдай етіп сызып шығасыздар. Жіңішке етіп осындай полоска істеп шығып, одан кейін зубочисткамен немесе шпажкамен әдемі рисунктар істеп шығамыз. Одан кейін осы ганашы бетіндегі қатаю үшін 5-10 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. Одан кейін уже пирожныйларымызды кессек болады. Пирожныйдың размері менде 24-20 сантиметр шықты. 24 сантиметрлік жерін 6 бөлікке бөлеміз 4 сантиметрден. Ал 20 сантиметр болған жерін 2-ге бөлсек болады, немесе 3-ге бөлсек те болады. 2-ге бөлсек 12 пирожный шығады, 3-ге бөлсек 18 пирожный шығады. Ал қыздар, осымен Эстерхази пирожныйымыз дайын болды. Дәмі өте ерекше болып шықты, басқа пирожныйларға ұқсамайтын дәм болып шықты. Үйдің барлығына да ұнады. Енді сіздер де дәмін көріп, одан кейін бағасын беріңіздер.